Сәлем достар, бүгін пені есептейтін боламыз. Ол үшін Google-ға кабинет налогоплательщика деп жазып, войти по ЭЦП дейміз. ЭЦП-мізді таңдаймыз, аутсты таңдаңыздар, ең бірінші тұрған, иә. Сосын паролімізді жазамыз. Так, жазып болғаннан кейін выбрать дейміз. Сөйтіп өзіміздің кабинетімізге кіреміз. Немесе клиентіміздің кабинетіне кіреміз. Иә. Көп жағдайда біз уақытылы төлемей жатамыз, иә, біздің налогтардың, көптеген налогтарды уақыты өтіп кеткеннен кейін барып төлеп жатамыз. Одан кейін бізге минус шығып тұрады. Ол минус ертең штраф болып келеді. Сол себептен пеняны есептеу үшін ең бірінші лицевой счетты кіріп қарап шығамыз. Пеня, достар, отчет жасалғаннан кейін шығып тұрады. Мына ИП-да пока отчет жасалған жоқ, сондықтан барлығы минуссыз тұр. Личный кабинет таңдаймыз. Личный кабинет осылай көрінеді, и мына жерде календар тұрады. И асты қарай түссеңіздер, информационный ресурсы деп кішкентай жазумен расчет пени деген бар. Соны таңдаңыздар. Расчет пени бізді автоматты түрде КГД.gov сайтына алып келеді. Міне келді. Енді осы жерден біз пеняны есептейтін боламыз. КГД.gov сайты, асты қарай түсіріңіздер. Енді қараңыздар, расчет пени дейді. Налоги и таможенные платежи дейді. Соның ішіне керекті біздің КБК-мызды таңдаймыз. Мысалы, соцналог төлегілеріңіз келе ма, НДС бойынша жаңа пеня болса, неше түрлісі бар, толып тұр. Бізге өзімізге ең нақтысы қайсысы керек, соны таңдаймыз. Енді мен сіздерге көп қолданатын КБК-лар бойынша пеняны есептеп көрсетейін. Так, ол үшін КБК-ны жазамыз. Мысалға, пенсионканы есептейік. 901 астына өзі шығып тұр, поступление, пенсионный фонд деп тұр. Жарайды, енді уақытын таңдайық. Біз марттан бері төлемеп едік. Март, апрель, май, июнь 4 ай төлемегенбіз. Қазір июльдің 19-ы. Сол бойынша датамызды өзгертіп аламыз. Асты өзгермей тұр, көрдіңіздер ма? Кейде өзгермесе, ручной өзгерте салыңыздар. Так, давайте 25 дейін, себебі 25-нен кейін ол налогтар пеня шығатын, иә, 25-не дейін төлеп тастау керек. 25.03.2023, яғни өздеріңіздің жылдарыңыз жазасыздар, қай жыл, қай период, 19.07 қала береді бүгінгі күнмен. Сумма недоемки деген, оны есептейміз. Біз 4 айға қарыз едік, 4 айға қанша шығып тұр екен. 7.000 теңге пенсионка 4 ай бойы төлеу керек болдық. 28.000 төлеген жоқ, біз енді төлейін деп жатырмыз. И соның пенясын есептеп жатырмыз, иә. Так, 28.000 рассчитать. 4 айға 7.000-нан 28.000 шығып тұр. Ал міне астында бізде қанша төлеу керек біз пеня, сол шығып тұр. 1879 теңге деп. Периоды тұр. Количество дне қанша күнге? 117 күнге кешіктіргенбіз. Коэффициент платежа 1,25%-ке өскен. Күніне 16 теңгеден. Сол 1879 теңгені төлейміз. Достар, пенсионканың пенясын төлегенде, кәдімгідей приложение кіріп, пенсионка деген таңдаңыздар, иә. Пеня деген жазу болмаса төлемеңіздер, артық кетіп қалады. Пеня, пенсионка, оның да видеосы шығатын болады. 1879 теңгені төлеу керек біз пенсионкаға. Бірақ 1879 теңге төлемеңіздер, где-то 2000 немесе 1900 теңге деп төлей жіберіңіздер. 1950 теңге деп. Себебі 3 күн бойы отырған кезде пеня өсе береді. Сондықтан дәл сол сумманы төлемейміз, шамалы тиын қосамыз. Давайте келесі. Бұл кісі бізде еще плюс поступление соцотчисление бойынша да кеш төлеген болатын. 4 айдың соцотчислениясы минималкамен төледі. 2450, 4 айдікі 9800-ке шығып тұр. 9800 теңге деп жазамыз. Яғни март, апрель, май, июнь. Енді рассчитать дейміз. Так, рассчитать дегеннен кейін міне шықты 667 теңге. Бұл да 117 күнге кешіктірілген, күніне 6 теңгедей кетіп тұр. 5,62 теңге. Бұны да 667 теңге қылып төлемейміз, 750 қылып төлей жіберіңдер, иә. Бұл 2450 ме есептедім, давайте 17150 ме есептейік. 4 ай кешігіп төледі соцотчисление. 68600-ді кешігіп төледі дейік. 68600 рассчитать дейік. Так, күндерді қойып алдық, барлығы дұрыс.
көрдіңіздер ма, өте көп сума шығып кетті, 4000-нан жоғары теңге, иә. Сол себептен көп болған сайын пеня да көп болады, аз аударым болған сайын пеня да аз болады. Так, енді келесі бізде медстрахование. Бұл кісінің медстрахованиясын есептеп тастайық бірден. ВОС-ның коды мынау 904-101 медстрахование взносы. Бұны біздер 4900 теңгеден төлеген болатымыз. 4 айға көбейтейік. 19600 теңге. 19600-ді сумма недоемкиге саламыз. Так, мынау өшірілмей тұр ғой. Аха, 19600 теңге рассчитать дейміз. Қарайық, ВОС-ге қанша қарыз екенімізді. Міне 1315 теңге қарызбыз. Бұны да қосып жіберейік. 3 жұмыс күні отыру керек. Суббота, воскресенье қосылып кетсе еще, иә. Сонда 1400 қылып төлей жіберіңіздер. Сонымен болды, достар. Кабинет налогоплательщик личный кабинеттен кішкентай жазуымен расчет пени дегенді тауып алып, кез келген периодты, кез келген КБК-ларыңызды жазып, пеняларыңызды алдын ала есептеп қоюларыңызға болады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, ақпараттар шығып тұрады. Сау болыңыздар.